Ислам. Бұл есімді қазақ Бейжің Олимпиадасы кезінде кең таныды. Қазақ елінен барған қандасы Бақыт Сәрсекбаевпен финалда жұдырықтасып, оның жеңісіне өз жеңісінде қуанған қытайлық қазақтың ақпейілі атамекендегі елін қатты тебіренткен. Үш мәрте кездесіп, бірде жеңіп, бірде жеңіліп жүрген Бақытпен Олимпиадада бір топқа түспеуді қанат Алладан тілеген екен. Өзі сүрінсе де, бауырын сүріндірсе де, өшпес өкініш қалар ет өзегінде, тілегі қабыл болыпты. Пекинге барған кезде кеште жатып ойлайтын, осы екеуміз кездеспесек жақсы еді деп ойлаймын. Өйткені кездесетінін білемін, кездеспесем деп ойлайтын. Сөйтіп екеумізді екі жаққа тастағанын көріп қуандым. Тек ең соңғы шешу жарыста ғана екеуміз кездесеміз. Енді оған дейін не болады, бір Алла біледі. Финалға шықтық дейсіз. Иә. Енді ол жерде менің ойым, шын айтсам, ол бірінші орынды мен өзім алғандай болдым да. Сол әнұран орындап жатыр. Өзімді тежеп жатырмын да. Көзімнен жас ағайын деп жатыр да. Әрең тұрмын да. Сол жарыстан кейін барып Бақыт құшақтағым келіп кетті де, жігіссің дегендей. Біреу болса да әнұран шықты деймін де. 1,5 миллиард халқы бар Қытай халқының арасынан суырылып шығып, өзінің тектілердің тұяғы, қайсар бабалардың ұланы екенін дәлелдеу оңайға соқпаған қанатқа. Еңбегі еш болмады. Афины Олимпиадасына қатысты 2006 жылғы Азия ойындарында, 2007 жылғы әлем чемпионатында және 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасында тұғырдан түспеді. Болмысы нәзік, жұдырығы жойқын қазақ жігітіне Аиба президенті Чинкуа Вудың құрметі ерекше болыпты. Доктор Ву Қанат Ислам шын мәнінде ұлы боксшы деп баға берген. Мен білесіздер, бокс Қытайда 86 жылдан кейін жолға қойылғанда. Енді біздің ауылдан тұңғыш бастаған ағаларымыз болды біздің. Мұрат Бошайұлы деген бір ағамыз ең алғаш біздің Алтай Қаба ауданы ең алғаш бокс үйреніп келген екен. Менің өзім туған ағам Ерлан сол кісінің шәкірті болды. Мен де сол кісінің шәкірті болдым. Сол кісімен ауылда ағамды дайындады. Шығып сол облыс арасында жарыстарды өтіп жүрді. Енді мен көзімді өзім ес білгелі. 6-7 жастан бастап сол кісілердің жаттығу барысын, жарысқа дайындалған барысын көріп өстім. Соның несі болар? Содан кейін сол спорттың маңайынан кеткен емес, сол басталып кетті спорттық өмір. Қытай Халық Республикасының Алтай аймағында Қаба ауданындағы 100 мыңға тарта қазақ тұратын жерде 1984 жылы дүниеге келген жігіт әкесі Ислам мен шешесі Зиқаттың ең кенже перзенті. Атамекенге оралу десек, қазақтың қара шаңырағы ғой бұл. Атамекен дегенде ол жерде біздің қазақтың жері деп есептейді. Бұл мен емес, менің арғы әкелеріміздің арманы болған екен де келу. Менің әкем осы кейін кететін, қайтыс болатын жылдан бұрын көп айтып жүретін. Сөйтіп, ол кейін көп сөздерін айтатын еді. Осы мешіт медресесі бар, жақтарға кету керекпіз. Өйткені мен кейінгі жылдар бокстасып жүріп, Қазақстанға көп қатынаймын да. Бұл жақтағы жастарды салынып жатқан мешіттерді, қазақ тілінің не болып жатқан
қазақтардың қайтадан ислам дініне келіп жатқанын көп айтамын да, қызығатын ол кісі. Бірақ ол кезде мен түрлі шын айтқанда мен де ол жерде саяси тұлға болып қалдым да, Қытайда. Өйткені біраз нәтиже алып неткеннен кейін, халықтың көзіне көрінгеннен кейін Қытай ұлты да мені өздеріне тартқысы келді де. Жат жерде жүрген әр азаматтың басын идермейтін асыл қасиет намыс. Көкірек түпкіріндегі әр арманға нәр беретін, семдірмейтін, сөндірмейтін, үмітіңді үрлеп қоздата беретін сол намыс. Оның туын құлатсаң, олдан құлға айналғаның. Мен шын айтсам, бұрын Қытайда ең алғаш бокс бастағаннан бері, бокс бастамай жүріп, далада да талай мен төбелестік қой енді Қытайдың. Олар киносында көрсетеді, өз ұлтын рекламалы, былай жарнама ретінде мықты ұшады. Сол кезде ауылда бізде Қытай болмады ғой. Кейін солардың бәрін көрдік қой, өтірік екенін де. Сол секілді мен әр Қытайдың жарысына шыққан кезде көбі қазақты танымайды да. Қазақты айтсаң, мен қазақпын десең, кімсің дейді де. Қай жерде тұрасың дейді де. Оларға түсіндірсең түсінбейді. Қазақстанды айтсаң да білмейді де. Тек Россия десең, дейді. Сол кезде түсінеді де. Сонда ойлаймын да, біздің қазақты сондай танымай ма деймін де. Сол кезде ұстазым айтатын еді. Қана сен Қытайды ұтсаң дейді де, бүкіл әлемді ұтқанмен бірдейсің дейді де. Кететін білем. Кеткенше мен қазақтың кім екенін танып кетемін деп, сондай ой болатын да менде. Спортшының жұлдызды сәті өте шолақ. 2 мәрте Олимпиадаға қатысқан Қанат карьерасының соңын ала, Қазақстан атынан аламанға түсіп, топ жаруды ұлы арманға айналдырған еді. Сол мақсатына жету үшін 2010 жылы ата жұртқа қоныс аударды. Лондон төрінде көк туды желбіретіп, ойқастау үшін барын салып жаттықты. Шын айтқанда, бар арманым келгенде 2012 еді. Өйткені Қытайдың 2 рет Олимпиадаға барып, 2004-те, 2008-де. Бала кезімнен армандайтын да. Арман адыра қалғандай, жүрегі елімдеп соққан қалақтай қазақ баласын үлкен саясат қаңбақша үйіріп тастады. Қалқан болар қалқа табылмады. Батырдың жанарынан жас тамызар тексіздік, үстемдік құрды. Ит тойған жеріне дейді ғой. Ержігіт туған жеріне дейді. Шын айтқанда, ол жерде жүре берсе, мүмкін мен түрмеде отырам, мүмкін одан да жақсы тұрмыс кешіру мүмкін де. Өйткені ол жерде ұқық басында жүрген адамдардың тұрмыс жақсы ғой енді, саясатта неде. Мен бірақ бала кезімнен ондайды қаламаймын да. Өйткені өте семьялық тәрбие ма. Қанаттың Алтай өңірінен ауа көшуіне тағы бір оқиға себепкер болған. Қытай құрамасының сапында жүріп, жылына 2 мәрте ауылға барып тұратын жігіт, әр барған сайын қандастарымның күйі кетіп бара жатқанын көріп жүретінмін.
Ал ақша үшін қарагөз келіншектің тағдыры саудаға түскенін естігенде мүлдем түңілдім дейді. Біздің қазақ бауырымыз Қытайдан қарыз ақшалған, бере алмаған. Әйін тартып алған да. Одан үші бала көрген, соны естіп ауылда жата алмадым да. Сонда елдің бірлігінің, қазақ ұлтының ар жағындағы бір мүмкін ата бабаларымыз батыр болған шығар, ұйымшыл болған шығар. Мен тап бүгін қазіргі қазақтарға үйтіп бағаламаймын да. Үйтіп о жерде қор болғанша оны естігенше көрмеген жақсы да. Көрмей қояқ, естімей қояқ. Адам өзімізді үстіп құтқарайық да. Өйткені бұрынғы заман емес, қолға найза алып, қылыш алып қарсы шығатын. Мына жақта өзіміздің есік ашық тұр. Елің барда, есің барда елің тап. Мен өзім артынан сондай ойға келдім де.